Юлдашева Гүлоламын. Түркістан қаласында туылғанмын. Осы 5-шім, 5 баланың анасымын. Бәрі анализім, бәрі жақсы болды. Тексеру счетқа қойды мені. Сол 22 недельді маған айтты, что балада какой-то бір точка тұр, қара точка деді. Кейін айтты маған, баланы алдырасыз деді, потому что балаң жүрегі де ақау тұр деді. Бұл ертең туылмайды, туылса да өліп қалады бала. Кейін біз сізге даже үкіметтен инвалидностьты бердіртпейміз, потому что сіз отказ беріп тұрсыз деді. Заведующий маған солай деп айқайлады. Жандарларым ұрысты, зарайын әрекет істемедіңдер. Сосын мен алдамаймын дедім. Алланың берген, не болса туамын дедім. Сендерге сеніп тұрған едім, мен сендер маңдай қылып тұрсың, Аллаға сенемін дедім. Жоқ, одан кейін нормально өтті. Бірақ өзім мен ауырғанда жоқпын, грипп болғанда жоқпын. И су кетті, сразу скорый шақырдым. Мен суны вообще тоқтата алмайды. Өзім қорқып жатырмын баладан. Өзім баладан қорқады. Скорый шақырдық, апарғаннан кейін айтты, су кетті уже, босанасыз, 34 неделя деді. Хорошо дедім. КТ қойды, бірақ баланың жүрегі ұрмады, жақсы. Бала слабый деді. Не істеймін десем, мен күтеміз деді. Система салды, сонда да жүрек ұрмады. Вообще көрсетпей жатыр КТ-да. Оперировать етсем, рұқсат бересіз ба деді. Иә, беремін дедім. Балам үшін беремін дедім рұқсат. Сразу оперировать алып кіріп кетті, босанды, алды, баланы көрсетті. Бала как темный синий цвет, слишком қара еді. Өзі қып тексірді. Қорқпаңыз, операциядан жақсы болады. Бұны открытый қылмаймыз, через вена қыламыз деді. Қысылып қалған клапан деді. Кейін 4 мартта операция істедік, через вена арқылы. Одан кейін қызым свет сразу өзгерді, ақтау сәл. Одан кейін нормально дышать ету басталды. Жақсы жүрдік бірақ. Сосын Алла білмеймін, осы жылға жазды ма, Асан Пердеевичке жазсам, сразу қабылдады мен. Сізге бір предложение келіп тұр, бірақ открыт істейміз деді. Потому что бұл екінші рет істесек 1 жылға жетпеудің. Қазір 1 жылға жеткен жоқ бұл деді. Екінші 6 айға жетіп, наркозы беріп баланы қинамайық. Менде қорқыныш болды, ішімден туылғаннан қорқу. Все равно сыртта жақсы десе де, ішім как будто айырылып қалатындай болдым қызымнан. Кейін жоқ, өздері Асан Пердеевич қабылдады. Жазасын сразу ответ береді. Мындай істеңіз. Келіңіз, сондай біздің Беларусьтан врач келіп жатыр деді. Келдім. Қорқыныш болды, ол жоққа шығармаймын. Бірақ сіздің легкий деп айтты бастамаған. Қорқатын емес деді Асан Пердеевич. Мен сендім докторларға, потому что басыдан маған поддержка беріп тұрған болды. Қорқыныш болды. Но сендім. Потому что келіп жатқан маманың өзі. Енді оқыдық біз интернет первый очередь, интернетте кіреміз, қандай мамам бұл, кім деп. Отзыв көрген жоқпыз вообще. Плохой отзыв болған жоқ та. Көбісі жанында сондай хирург болған үшін мен қорыққан жоқпын вообще. Енді қазір кеше көзі сәл ашылды дегенге уже мен сәл сомнением түсті. Енді тастауға қорқады менің қызымды. 1 минут үйде жұмыс істемесем де, тамақ істемесем де менде қорқыныш бар еді. Биогруппқа алғысым шексіз. Осындай біз сияқты аналарға көмектесіп, қолдау көрсетіп, мысалы үшін бізде ондай возможность болмас еді. Қанша миллионға баруға да, мысалы үшін мен үйімді сатсам да ондайға бара алмас едік біз да. Алдымызға әкеп бергеніне жазаның өз басым қуанамын, рахметім шексіз да. Олар да ол қыздардың қызығын, рахатын көрсін деймін.